Құрметті ұстаздар, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп ұлы Абай атамыз айтқандай, сөзі маржан, үні ән ұстаздардың бар болғанын мақтаныш етеміз. Ұстаз қарапайым маман иесі болғанымен, олар әрқашан аты үлкен әріппен жазылуға тиісті ұлы тұлға, дара мамандықтың иесі. Ұстаз бейнесі шәкірт үшін адамгершіліктің ең жоғарғы үлгісі. Ұстаздардың лаулаған жалыны әр жүрекке жылу сеуіп, нұр құятын қуаттың, өмірдің қайнар көзі. Тіршіліктегі шырақтың сөнбес ошағы. Ұстаз өзінің бар күшін, бүкіл өмірін бала тәрбиесіне бел буған періште. Сіздердің жас ұрпақтың санасына енгізетін тәлім-тәрбие үлгі-өнегелеріңіз өлшеусіз. Ұстаз болашақтың азаматтарды ғана емес, бүкіл болашақ қоғамды қалыптастырады. Сіздер жастардың болашағын айқындайсыздар. Бүгін еккен дәндеріңіз ертеңгі жемісті күннің кепілі. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беру, жақсы қасиеттер бойына тартып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Білім көшін жылжытып келе жатқан ұстаздар қауымына құрмет арта бермек. Қоғам менен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектеріңізді ескере отырып, сіздерге өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі жұмыстарыңыз бен мемлекеттің гүлдену жолындағы абыройлы істеріңізге толымды табыс тілеймін. Қызығы мен шыжығы қатар жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек өрлеу мен өсуге бастасын. Құрметті ұстаздар, менен білім саласының ардагерлері, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Шәкірттеріңіздің құрметі мен махаббатына бөленіңіздер, шығармашылық ізденістер, ғылыми жаңалықтарыңыз арта берсін.